Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жақсы, отырыңыздар. Бүгінгі сабақты сіздерде сұрамас бұрын, бүгінгі сабақты бастамас бұрын біз мектепте психологиялық ахуал туғызсын деп отыр. Осы сыныптың ішінде ол үшін әр отырған оқушы қасында отырған парталастарыңызға жақсы көңіл күй сыйлау үшін жақсы деп айтасыз. Димаш, бүгінгі сабаққа белсене қатыс. Бүгінгі сабаққа жақсы. Сабаққа жақсы болды. Назикеге айтасыз. Бүгін сабаққа белсене қатысып, 5 ал. Жақсы. Бүгінгі сабаққа белсене қатыс. Бүгінгі сабақты жақсы. Адамдар. Кімге айтасың? Артындағы парталасқа Айсана айтасың. Айта. Айта. Жақсы бала алды деген. Бүгінгі сабаққа жақсы. Бүгінгі сабаққа 5 ал. Бүгінгі сабаққа белсене қатыс. Жалын көзге. Бүгінгі сабаққа белсене қатыс. Жақсы. Бәріне белсенді қатыс 5 ал деп айтып отыр. Енді бәріміз 5 ал деген көп сияқты отыр. Яғни бүгінгі сабақ барлығы сағасы жақсылап, жақсы жоғары бал алып жатқан сияқты. Жақсы. Енді бүгінгі біздің құндылықтар қандай? Бірлік және ынтымақ. Ондай оқушылар бір-бірімен жылы қарым-қатынас жасап, топқа сыйласып, жұмыс істеуге бейімделеміз. Бастайық. Енді әділдік және жауапкершілік. Онда не? Топқа бөліну ережесін сақтап, өз тобына жауапкершілікпен қатысамыз, иә? Топқа неге бөлген кезде бірінші парта, бірінші топ, екінші, үшінші топ болса кете береміз. Жақсы. Енді біз үй тапсырмасын біз негізі портфол әдісі арқылы сіздерден үй тапсырмасын сұрайын. Сыныптарда негізге келіп, бір-бір оқушының тапсырманы орындайды. Кім келеді? Айсана? Келе ғой. Сәйкестендіреміз, иә? Бұны сұрақ жауап беруші есепті бейінін алып бәрі сәйкестендіріп береміз. Басып қазыларды сол, қазыларды бір-бірін сәйкестендіреміз. Міне. Бұжаңды көріп көрші ме? Енді басқа болды. Келесі. Көрем бала сау. Сұраққа оқу арқылы. Жақсы. Келесі. Қатыстерінен жүр. Келесі. Назерке. Сұраққа дауыс жар оқыш. Табиғаттың физикалық және химиялық факторларының әсер етуінің бүкіл организмнің орнын ауыстыруы. Қайсы деп тұр? Басамыз біреу. Қазылар ашуымыз керек. Үстінде сұрақтарды басу арқылы қазылар ашады. Жақсы. Окей де. Келесі. Шықпағанда шапшан. Шығамыз. Негізі сұраққа доғызда қай сұрақ үстіндегі өсімдіктердің сәйкес келіп тұр. Настема, система, табизма қайсы екен? Мимоза қозғалысы. Басамыз. Қазылар бас. Оқадығын ашылған еді болды. Келесі. Шығамыз. Шапшан өсімдіктер тесі ашу үшін. Оған сұрақ доғызалыз. Өсімдіктің жасушалары, ұлталары мен мүшелерінің белгілі бір тітіркендіргішке қатысты қозғалуына байқалатын реакция. Қайсы келеді сәйкес болады? Қазылар басы үстіне біреу. Келесі. Шығамыз. Шыңдар. Сұрақ болушы бұл. Қызылар түске қойсай, оқырмаға сұрақты доғырсын, қайсы сәйкес келеді? Сәйкестердің қайсы? Настяға қайсы? Мимоза қозғалысы. Мимоза қозғалысы қайсы қылмасай? Ол таксистер. Так. Келесі? Келесі қайын, шыққанда, келесі шыққанда ес келе берді. Шапшан қиылдай ескайын дейсіз, бақан. Оқуға күлген жоқ, қазылар сәйкестендіреміз. Не көрсін, мына қайсының бір сұрақ доғырсын, осы шүйен қайсы сәйкес келеді? Қара. Ажапта қасы шығасын. Ішкі мәселен болатын жасушадағы химиялық қозғалыстарға байланысты. Қайсы зерттеп кетті? Пропис бар, табизм бар, настема, қайсы отыр? Настема басын болады. Келесі ма? Көріп басқа сұрақты қасы көріп болады. Настема басынан басын. Окей. Так, келесі. Осылай келеді. Так, Айша қайсы аласың? Келесі. Қазыларды ашу арқылы біздің жаңа тақырыбымыз шықты. Енді біз жаңа
Ko'ramiz. Hozir bizning jonivorlarning qo'zg'alish mushaklari, tiri a'zolarining qo'zg'alish roli, jonivorlarning qo'zg'alish tafsirdagi misollar, jonivorlarning miya o'rtasi bilan qo'zg'alish tafsirlari orasida balansni aniqlaymiz. Endi bundan bizning negizgi maqsadimiz o'mirtqali jonivorlarning qo'zg'alish mushaklarini solishtiruv. Bugungi kuni jazosiz jonivorlarning qo'zg'alish mushaklari ko'rdingizmi jonlar suratlarda bizning tiri a'zolarda qo'zg'alishning roli bilan qo'zg'alov tafsillarini avval ko'rdik. Endi navadan boshqa biz qanday jonivorlarni bilamiz? Qanday qo'zg'aladi? Жылқы, Aha. қой, Tavuk. Endi bog'lar jorg'alashlar, durust. Bog'men jorg'alashlar bor edi. Sütserekler, bo'g'oylar, tasmikinlar bor edi. Yaxshi. Suda, Quruqda, ya'ni muhitlarda, sularda umr surayotgan turlar bor. Sularda qanday umr suraydi? Baliq, Yaxshi. Endi qarasiz, endi biz buni bari javob turib aytyapmiz. Endi bularning ichida bularning bo'linadi-ku, qara bo'lishi o'mirtqali ya'ni o'mirtqasiz. Biz jana aytayotganlarni leopardni, sirni, qo'yni o'zi bor. Bizga ne o'mirtqasidagi nelar? O'mirtqasiz, suqurga, jonivorlar, yaxshi. Endi qarasiz, qo'zg'alish tishlikning negizi. Durust kelisizmi? Yaxshi. Ko'ring, qo'zg'alish barcha jonivorlar uchun umrlik ma'nozli xosiyat bo'lib topiladi. 18 qani? Ол тамақ берген қыштарда ташуға, жұқтасуға, серіктесін табуға және қолайлы тіршілік ортасын іздеуге мүмкіндік береді. Әртүрлі жануарлар өздерінің мекен ортасына сәйкес ерекше қозғалыс мүшелерін дамытқан. Суда тіршілік ететіндер. Hayvanаттар, қозғалу, қалқалар, кешіргішілер, құрлықта жүретін тіршіліктер. Аяқтар, Yaxshi. Ko'rmi? Biroz suvda, biroz quruqda. Endi ikkovi ayqashni ko'rib turibsizlarmi? Biroz suvda mundek turib al quruqda аяқтар Ең жылдам секіретін Кенгуру. Пингвин. Қоян. Пингвин секіреді? 3 метр. Пингвинді? Енді осы ішінде бар еді бір жасушалы және көп жасушалы. Бірінші көп жасушалы. Осы ішінде міне бізге бір жасушалылардың ішіне қозғалу әдістері, талшықтар, кірпікшелер, жалған аяқтылар жетті. Енді маған Димаш, бір жасушалы қозғалыс әдістерін тоқталып кетші соларға. Бір жасушалы жануарлар су қоймаларда, ылғал жерлерде немесе басқа тірі ағзалар ішінде тіршілік етеді. Олардың қозғалыс мүшелері микроскопиялық өлшемде болғанымен өте тиімді жұмыс істейді. Жақсы. Келесі Алишер, талшықтар. Қашан сұйықтықтар бұрама, винт сияқты бұралып айналады. Бактериялардың біреу немесе көптеген талшықтары болуы мүмкін. Эукариоттарда 1-2 немесе одан көп, мысалы 8 талшық кездеседі. Жақсы. Келесі кірпікшелер дарқалып жүрші. Құрылысы талшықтарға өте ұқсас, бірақ едәуір қысқа әрі көп болады. Кірпікшелер үйлесімді қимылдап жасушаны судың бетімен қозғалтады немесе тамақ бөлшектерін жасушаға қарай жылжытады. Неде түсінақанда кірпікшелердің құрылысы, талшықтары өте ұқсас болып келіп тұр бұнда. Бірақ едәуір қысқа әрі көп болады дейді. Ұлтарақтың пішініне ұқсаған түрі. Одан кейін бұлардың бір
кірпішке үлесін қимылдап, жасушаның су бетімен қозғалтады. Негізі тамақ бөлшектерін жасушаға қарай жылжытады. Келесі Әлихан жалған аяқтылар кез келген бөлігінде түзілетін цитоплазманың томпиялы жасуша цитоплазманы белгілі бір бағытта жылжытып, амеба сияқты қозғалады. Жақсы, отырамыз. Енді жалған аяқтылардың артында тұрмыз. Уақытша өсімдіктер денені кез келген бөлігінде түзілетін цитоплазма томпиюы дейді. Томпиюден ұлғаюы деген сияқты. Бұл жасуша цитоплазмасындағы белгілі бір бағытта жылжып, амеба сияқты қозғалады дейді. Жақсы түсінікті, келесі. Енді қараймыз, омыртқасы. Енді біз омыртқасызға келіп тоқталайық. Омыртқасы құрт, ұлу, бунақтар. Бұны жаңағы біз басында бөліп алдық та, о жалпылама айттық қой, енді жеке кетті. Енді маған келесі, Айсана, омыртқасыздарға тоқталып кетші. Көп жасушалы омыртқасыздарды қозғалыс жүйелері. Омыртқасыз жануарлардың қозғалу мүшелері алуан түрлі және олар жануар типіне байланысты әртүрлі болады. Эволюция барысында қозғалыс жүйелері үнемі жетілдіріп отырған. Жақсы. Эволюция деп отырады. Эволюция деп жаңағы әрқайсының өзгеріске ұшырау түрлерін айтып отыр. Бұнда омыртқасыздар оқи болады. Алғаш рет дербес бұлшық ет жасушаларды пайда болады. Олар жайымен, яғни терімен бірігіп, тері бұлшық ет қапшығына түзеді. Бұл жүйе жануарға денесін созуға және жууға мүмкіндік береді. Жақсы. Келесі ұлулардан сағыныш. Ұлулар ғой? Бақалы болады. Бұлшық ет жүйесін әсіресе басаяқтыларда сегізаяқ, қаракатица, едәуір дамыған күрделі қозғалатындар орындауға қабілетті. Келесі тақын оқып Алғаш рет бұлшық еттердің жеке шоғыры пайда болады. Дененің бір сегменті қозғалу үшін белгілі бір бұлшық ет шоғыры жиылады, ал қалғандары демалып энергияны үнемдейді. Энергияны үнемдейді. Енді маңыздылығын, Димаш, бұл және маңыздылығы не деп тұр бізде? Аяқтылардың бұлшық ет жүйесі сегментті құрылымға ие. Бұл әр сегменттің тәуелсіз қозғалуына мүмкіндік береді. Жақсы. Түсінікті ма? Бұнда бүкіл айтылған. Құрттар алғашы дербес бұлшық ет жасушалар пайда болды. Екіншісі ұлуларда бұл ет жүйесі әсіресе босаяқтылар, сегіз аяқ, каратица деп айтады ғой. Осыларды айтқан, бунақтинлерді айтқан, сегмент арқылы қозғалады дедік. Бұлардың бүкілінің маңыздылығы бунақтинлердің емелерді бұлшық ет жүйесінің сегмент құрылысына ие болуын айтады екен. Жақсы, келесі енді біз омыртқаларға жаңа айтып отырмыз. Біз омыртқалардың ішінде біз ерекше тоқталамыз. Сулар қозғалатындар, құрлықтар қозғалады, аулалар қозғалады, сосын жалпылар болатын барлықтардың ерекшеліктерін біз айтамыз. Бізде омыртқаларды ерке болады. Оқып жүрсіз? Омыртқаның қозғалыс мүшелері және ортаға бейімделу. Омыртқалардың қозғалыс мүшелері және ортаға бейімделу. Барлық омыртқалардың тірек-қимыл жүйесі ұқсас. Ішкі қанға сүйектер мен оларға бекітілген бұлшық ет жиырылып сүйекті өзіне тартады және дененің белгілі бір бөлігі жылжиды. Омыртқалардың қозғалыс мүшелері тіршілік ортасына тікелей омыртқалы жануарлардың қозғалысына тоқталады. Бүкіл тірек қимылдарының барлық ішкі сүйек қаңқаларына тығыз байланысты. Бұл сүйектердің қозғалуы, тартылуы, осылардың
суда қозғалуды шахматта. Көзіңіз демалыстар? Суда қозғалу балықтардың жүзбе қанаттары, теңіз сырғаларының есу мүшелері, киттер мен теңіз кемелерінің жүзбе қанаттары, айналған аяқтары, пингвин. Үш құрлықта қозғалудың түрлері. Төрт аяқ сылан денесін егерен жетіп, жылжуға бейімделген жәндіктердің алты аяғы топырақта қозғалуға ыңғайлы. Яғни бұнда құрлықта қозғалу екі немесе төрт аяқтыларға бөлінеді. Бұлар жыландар не істейді? Иілулер дейді. Жәндіктердің алты аяқтылары бар, топырақта да өмір сүретін түрлері болады. Енді ауада қозғалатындарды айтып өтуге, ауызша айта берейін. Ауада қозғалатын немен жақсы. Бұлардың ерекшеліктерінің барлығы реактивті қозғалыстар, медуза, сегіз аяқта, каракатица деп айтатынға осылардың барлығы. Қоза қойып тұрасың ба? Барлығын омыртқасы деп барын бөліп жүктеп алдық, иә? Енді бізде рефлексияға кеп тоқталайық. Бізде леопард пен ақбөкен ұлулар тұр, иә? Бүгінгі сабақта қолдану бойынша өзіңді қалай бағалайсыз? Мысалы, леопард мен бәрінше түсіндім, қашылған жылдан орындадым. Егер леопардты танысаңыздар. Келесі ақбөкен, мен орташа деңгейді түсіндім, кей жерін қайта қарап шықтым дейді. Ұлу болса не? Маған қиын болды, баяу қабылдадым. Қосымша түсіндіру керек дейді. Енді сіздердің әрқайсыларыңызға дәптерлеріңізді жазып тұрдыңыздар, сосын кейін әрқайсыларымыз айтамыз. Или ауызша айта беруіміз болады. Таңдау қайсысына? Кезек барды. Таңдау қайсысына түсті? Леопардты. Мен түсіндім дейді, жақсы. Келесі. Леопард түсініпті. Келесі. Леопард, жақсы, жарайсыз. Леопард. Тез жылдап қабылдап. Ақбөкенде бізде орташа деңгейде түсіндім дейді, жақсы. Қарастырамыз. Келесі. Ата-бара сен кіресің. Түсіндің ба, ақбөкенсің ба, леопардсың ба, ұлысың ба? Қайтесіз біреуін таңдайсың? Бұл. Леопард ба? Или ұлы ақбөкен ба? Келесі. Ақбөкен. Орташа деңгейде. Леопард. Келесі. Ақбөкен. Келесі. Меніңше білмеймін, маған барлығы, мені леопардты таңдайтын едім деген етсем. Леопард жануарлардың неге жүктелуі оңай болды деп ойлаймын. Жақсы. Енді сізге үйге тапсырма, осы 33-ші тақырыпты аламыз. Видео оқимыз. Сосын кейін, мына кезде біз 149-ші суретті ғой, 149-ші суреттегі сосын жар шарым жүріп, барлықтан сізге салып келесіз. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.